Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді әрі тез дайындалатын пирожныйлар дайындаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен сүтімізге осылай сары майымызды салып аламыз. Не болмаса сапасы жақсы маргарин алсаңыздар болады. Енді осыны газдың үстіне қоямыз. Майымыз еруі қажет. Осы кезде таза ыдысымызға 3 дана жұмыртқамызды жарып аламыз. Міндетті түрде ыдысымыз майсыз таза болуы қажет. Сол кезде жұмыртқамызды миксерлеген кезде массамыз 2 есе ұлғайып жақсы көтерілетін болады. Жұмыртқаларымызды жарып болғаннан кейін үстіне қантымызды салып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Массамыз 2 есе ұлғаю қажет. Міне дайын. Енді осы кезде құрақ заттарымызды дайындаймыз. Оның үстіне разрыхлителді және какаоны салып, үшеуін барлығын тұрып жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін құрақ заттарымызды жұмыртқалы массаның үстіне сито арқылы өткізуіміз қажет. Бұл жерде ситодан өткізген себебіміз какаоның түйіршіктері арасында қалып кетуі мүмкін. Міне осылай. Сондықтан да сито арқылы өткізу қажет. Лопатканың көмегімен араластырамыз. Жоғарыдан төмен қарай. Ұнымыздың қалған бөлігін тағы да сито арқылы барлығын өткізіп аламыз. Жақсылап тұрып араластырып болғаннан кейін қайнатылған сүтіміз бен майымызды осылай аз-аздап құйып араластырып тұрамыз. Бірден барлығын құюға болмайды. Сондықтан аз-аздан құйып, жақсылап тұрып араластырып тұруымыз қажет. Сол кезде массамыз бірден түсіп кетпейді. Яғни массамыздың көлемі. Өте дәмді болып шығатын бисквит. Американский бисквит деп аталады. Енді бисквитіміз дайын болған кезде протеинімізге қосылай құйып шығамыз. Біркелкетіп жайып шығып, қызып тұрған пеште 180 градуста піскенше пісіріп аламыз. Піскенін зубочисткамен тексеріп алыңыздар міндетті түрде. 15 минутта дайын болады. Міне дайын. Енді осыны осылай арнайы формамен бөліп аламыз домалақтар. Менде мұндай 12 домалақ шықты. Қалған артық бисквиттерімізді блендер арқылы езіп аламыз. Осымен ұсақталған бисквитіміз дайын. Енді осы кезде кремімізді дайындаймыз. Творожный сырдың үстіне қантымызды салып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Шет жақтарын жинап, тағы да жақсылап миксерлейміз. Кейіннен үстіне сливкімізді құйып, тағы да барлығын жақсылап миксерлейміз. Креміміз дайын. Енді пирожнымызды жинай берсек болады. Осылай домалақтарымызды алып, мен кремді кондитер қалтаға салып алдым ыңғайлетіп, және осылай кремімізді жағып, ортасына бананымызды қойып, осылай бетіне крошкамызды жауып сеуіп шығамыз. Міне пирожымыз дайын болды. Тағы да бір рет көрсетейін. Осылай дөңгелектерді бөлінген пирожныларын бисквитімізге осылай кремімізді құямыз. Және ортасына бананымызды салып, жан-жағына кремді жағып шығамыз. Және бетіне жағып, осылай бетіне кружканы сеуіп шығамыз. Яғни үгітілген бисквитімізді. Өте тез дайын болатын пирожный. Ең соңында пирожнылардың үстіне мен осылай ерітілген шоколадтарды құйып шықтым. Әсемдік үшін. Дайындауында көп уақыт қажет етпейтін пирожныйның бірі. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Өте керемет, нәзік болып шықты. Әсіресе ортасындағы бананмен. Астарыңыз дәмді болсын.